Қайырлы күн, құрметті форумға қатысушылар, әріптестер, білім алушылар. Рухани өркениеттің алтын бесігі ұлы мекен Абай еліне, тарих тамыры тереңге тартқан Қазақстанда ашылған алғашқы 10 жоғары оқу орнының бірі, ғылым мен білімнің шамшырағы Шәкәрім университетіне қош келдіңіздер. Ұлы Абайдың даналық ойын темірқазық еткен Шәкәрім университетінің басты миссиясы ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген, рухани кемелденген, білікті маман, кемел тұлға қалыптастыру. Бұл елдің ертеңіне деген сенімнің, ұлт болашағына деген жауапкершіліктің биік көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев халыққа жолдауында Абайдың толық адам ілімін жастардың зияткерлік тәрбиесінің өзегіне айналдыру қажет екендігін басы айтып өткен болатын. Бұл ілім тек мәдени бастама ретінде емес, жауапты, кемел, ойлы азаматты қалыптастырудың стратегиялық моделіне айналуы тиіс. Өйткені бұл қоғам мен мемлекеттің тұрақты дамуының іргетасы. Бүгінгі форум Хакім Абайдың толық адам ілімін ұлттық және заманауи тұрғыда тереңірек түсініп, әр қырынан талдап, маңызын зерделеуге арналған. Форум барысында заман сынына төтеп беретін, қоғамға рухани тірек болар тұғырлы ойларды бірге сіздермен іздейтін боламыз. Бұл бас қосу жастардың рухани болмысына серпін беретін ортақ ізденіс пен тың идеялардың, тұжырымдамалардың алаңы болмақ. Ой алмасатын, ғылым мен руханиятты тоғыстыратын ашық алаңда сіздерді бірге талқылауға, пікір алмасуға шақырамын. Сөзіміз жүйелі, ойымыз терең, ізденісіміз нәтижелі болсын. Құрметті форум қатысушылары, бүгінгі бас қосуға Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрағасының орынбасары, еліміздің түкпір-түкпірінен 60-тан астам университеттің өкілдері мен зерттеуші мамандары және біздің белсенді білім алушыларымыз қатысып отыр. Олай болса, алғашқы сөз кезегін толық адам ұстанымын кеңінен насихаттауға зор үлес қосып жүрген көрнекті ғалым, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Құрманбай Гүлтас Сайынқызына беруге рұқсат етіңіздер. Баяндама тақырыбы толық адам тұғыры әділет. Қымбатты Абай елінің ізбасары, көзі, Абайдың, сонау Шәкәрімнің, Баймағамбеттің, Көкбайдың, сол әлемдегі, сол замандағы бүкіл тұлғалардың ізі, бүкіл тұлғалардың ұрпақтары алысқа кеткен жоқ. Тамыры осы жерде болған соң, ол кісілер осында, ол кісілердің рухы осында. Шәкәрім университеті болып аталып тұруының өзі бұл табиғи жағдай деп ойлаймыз. Абай мен Шәкәрімді бөлуге болмайды. Ол бір ағаштағы екі жапырақ сияқты. Бір медаль дейтін болсақ, марапат дейтін болсақ, соның екі жағы сияқты. Абайды Шәкәрімнен бөліп, екеуін кейде анау-мынау деген әңгімелер айтып атады. Ол әкен мен баланы бөлген сияқты. Сондықтан да мен айтар едім, Шәкәрімнің ұлылығы сол, ол сол 1879 жылы жастарға деген өлеңін өздеріңіз жақсы білесіздер. Сол жастарға деген өлеңінде кел жастар, біз бір түрлі жол табалық, арам айла, зорлықсыз мал табалық, өшпес өмір, таусылмас мал берерлік, бір білімді данышпан жан табалық дейді. Мына Абайдың көз тірісінде осындай баға берген бірінші адам ол Шәкәрім. Ал сол ұзақ өлеңде Абайдың кім екен, онда қандай қазына бар екен, одан не алуға болатын тым керемет айтып берген. Сондықтан да бұл Шәкәрім
бірінші абай танушы. Айтып жатамыз ғой, Әлихан бірінші абай танушы деп. Жоқ, осы зиялы деген, құлама дегендердің ішінде бірінші шәкәрім абай танушы. Соны қабылдауымыз керекпіз. Ал енді мені бүгінгі қымбатты Ағерке Абылайханқызы, қымбатты Думан Рымғалиұлы, сіздерге алғысым шексіз. Өйткені бүкіл халыққа абайды барып жеткізе алмаймыз, шынын айтқанда. Сол халықтың ішінде көзі ашық, көкірегі ояу жандарға, мен болам деген жандарға, жастарға абайдың әлемін беріп, соның дәнін салатын болсақ, ол жастар көпке жаяды. Біреуі 100-ге жеткізеді, 100-і 1000-ға жеткізеді. Солай абай ары қарай кете береді. Сондықтан сіздерге алғысым шексіз. Бүгін қасиетті Шәкәрім бабамыздың университетінде осындай іс-шараны ұйымдастырып жатқандарыңызға. Менің жалпы толық адам тұғыры әділет деп алуымның себебі, абай айтқан, толық адам, өздеріңіз білесіздер, ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден ерек дейді. Бөлек емес, елден ерекше боласың дейді. Сонда соған бойсынып жүрген адамдардың бірі мен болатын. Соған формула құрап жүрген адамдардың бірі болатын. Бірақ абайды оқыған сайын бір дүние жетпей тұр деп іздегенде мен соны тапқан сияқтымын. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты толық адам және оның тұғыры әділет деп алдым. Ары қарай абай геометрияда, физикада, математикада бір нелер болады ғой, формулалар. А қосу бұның квадраты тең болады деген білеміз ғой, А квадрат плюс 2АБ қосу деп. Яғни сол сияқты абайда тек формуланы, өйткені басқа малы жоқ болды. Ол анық көрсетпесе, мына халық оны түсінбейтін болды. Сол үшін анық көрсету үшін абай бір деп ғылым тап деді. Ғылым тап деді. Егер сен өмірің өрнекті болатын болса, өмірің өмір болатын болса, бірінші ғылым тап деді. Ғылымнан кейін ғылым тапсаң, сенің орның табылады дейді. Рас қой, ғылымы бар. Әлішер Науаи ұлы ғұламаның бірі ғой, сол айтқан, ғылымы бар адамның алдынан қай жерде де алтын тартылады деп. Сол сияқты абай соны айтты, орын табылады. Ендігі формуласы абай 5 нәрсені, 5 бұрышты жасап берді. Қасиетті 5 бұрышты жасап берді. Ол 5 нәрседен қашық болуды айтты. Ол өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, малшашпақ. Мына тайға таңба басқандай 5 формуласы. Енді жақсылыққа апаратын нұрлы жолды көрсетті. Ол неді? Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рақым. Осының бірде-біреуін орын ауыстырып қоя алмайсыздар. Қанағат, рақым деп бірінші айтуға болмайды. Болмайды. Бірінші талап қыл. Бірінші мақсат қой. Одан кейін ол талапқа, мақсатқа жету үшін еңбек ет. Ол үшін сенде терең ой болу керек. Секеңдеп жүрсең, сенде терең ой болмаса, ана екеуі орындалмайды. Одан кейін өзіңде бар ма? Әл-Фараби айтқан, барлық, өзі қызық Әл-Фараби, өзі барлық ғылымды алды да, бірақ ақыл айтқан кезде барлық ғылымды алу мүмкін емес деді. Сол сияқты абай да қанағат қыл деді. Қанағат. Бәріне жетем деме, бәрі менікі болады деме, қанағат қыл деді. Қанағат. Еңбек еттіңіз, дәулет те бітті. Жаңағы арманыңыз орындалып, әдемі бола бастады. Сәулетсіз де, дәулеттісіз де. Енді рахым жасаңыз деді.
рақым жасаңыз. Рақым тек мал беру емес, дүние беру емес. Рақым ойыңыздан, ақыл парасатыңыздан енші беріңіз адамдарға деді. Міне осылай, осы Абай жасап берген Абай формуласымен ғұмыр кешкен адам, ол толық, минимум толық адам болады. Жаңа айттық, ары қарай ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың елден ерек. Жеке біреуі жарытпайды, жолда жоқ, жар еместі жақсы демек. Жар емес деген жарым адам, білесіздер. Егер тіптім керемет ақылды болса да, ғалым болса да, оның мейірімі болмаса, ол жарым адам. Ол ешкіммен араласпайды. Егер оның бойында ақыл жоқ, қайрат болатын болса, ол барып тұрған жауыз болады. Ол жарым адам. Егер тіптім ол керемет, мейірімді, керемет ақ жүрек, бірақ қайраты болмайтын болса, ол да жарым адам. Аға, көке, жәке деп жүріп, өзін ойламай, өзінің бала шағасы бір қорлықта жүретін болса, ол бір қай бір жақсы адам. Ол жарым адам. Сонда Абай айтады, осы үшеуін бірдей ұста дейді. Сонда толық боласың елден ерек дейді. Бірақ жарықтағы Абай кейін өзгереді. Оны мен сіздерге кейін айтам. Сіздер барлықтарыңыз білетін 17-ші қара сөзде үшеуі келіп ғылымға айтпай ма, ары қарай бере беріңіз. Ғылымға айтпай ма, әлгі мен керемет, мен болмасын бұларға айтады деп, жаңа ғылымда, ақылда бәрі сөйткен кезде ғылым тоқтатып, қайрат, сенің айтқаның рас, сенсіз еш нәрсе болмайтын да рас. Ақыл, сенің айтқаның рас, сенсіз еш нәрсе болмайтын да рас. Бірақ осы үшеуің басыңды қоста, кімге билет дейді? Жүрекке билет дейді. Жүректің тілін ал дейді. Ақылым деп отырғанымыз кім? Ол бір субъект қой, адам тілі сөйлеп отқаннан кейін ол субъект шығар бір. Ғылым ол Құдайы. Абай не деді? 38-ші қара сөзінде, ғылым Алланың бір сипаты деді. Ғылым Алланың бір сипаты деді. Әрі қарай, енді ойланып көрейікші. Осында жаңа кітаптың айтқаны осы деді, 17-ші қара сөзде. Кітаптың айтқаны осы, сонда көзге сүртерлік қасиетті адам боласыңдар деді. Кітабы деген не? Ғылым деген не? Оны Абай қайдан алды? Біздің ішкі түйсігімізде Абай әлемнің бүкіл философтарын, бүкіл данышпандарын білді. Ол анау Сократты да, ол анау Аристотельді де, анау Сенеканы да, барлығын білген адам. Оның бер жағында Пушкин мен Толстойды да, Лермонтовты да жүрегімен білген адам. Оның бәрін оқыды. Бірақ олардан да биік бір нәрсе тұрды. Ол Абайдың ірге тасы болатын, фундаменті болатын. Абайдың фундаменті ол Алланың ілімі. Абай соны білді. Ахмет Байтұрсынов айтты ғой, бұдан кейін де бұндай адам болмайды деді ғой. Ол біліп айтты, білмей айта салған жоқ. Болмайтынына болар енді, ондай үміт үзбейік Абайдай адам. Бірақ бәріміз білетін ірге тассыз, фундаментсіз ғылым білім ол көкке кетпейді. Фундамент деген Абай сол Ғабитханнан ақ, анау ескі тамда оқыған Ғабитханнан ақ ол дүниенің сырын, Құранның сырын бәрін біліп алды. Ол сонымен қаруланып алды, оған оқ өтпейді. Оған осы Семейге келгенде қаланың балалары менсінбей кішкене бит Абай жолында бар. Не қылған кезде Абайдан оқ өтпеді. Ол өйткені оның мұғалімдердің айтқанын бәрін біледі. Ол анау Физули, Шәмси, Сайқалилерді бойына сіңіріп, содан медет сұраған кіп-кішкентай бала. Енді оны кім жеңе алады? Сондықтан да Абайдың ірге тасы ол
Құран ол оның данышпаны, оның халқы. Бүкіл ауыз әдебиет, анау Абай жолындағы Барлас пен Байкөкше келгендегі бүкіл әлемді ұлы ғұлама Мұхтар көрсетіп берді ғой. Әшейін керемет бір сол жерге көл орнатқандай. Абай түнімен қызуы көтеріліп ұйықтай алмады дейді Қобыландыны тыңдағанда. Қараңызшы, Абай қайтып өсті. Немен өсті? Ол халықтың даналығымен, халықтың фольклорымен, ауыз әдебиетімен, зеренің бесік жырымен, ақыл парасатымен өсті. Сондықтан да сіз қалай ойлайсыз деп жай айтып отырмын. Сіз дәл солай ойлайсыз. Әрі қарай. Мынау жаңағы Алла, бұл жаңағы айтқан сөз. Абайдың іргетасы. Ол білді. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз ешқашанда жалған болмас. Оны Абай толық білді. Әрі қарай кеттік. Енді әділет деген бір патша шықты. Бір 3 патша бар еді жаңа. Ақыл, қайрат, жүрек. Үшеуінен де мықты біреу шықты. Ол әділет. Егер әділет болмаса, 100 жерден толық адам бол, қолыңнан еш нәрсе келмейді. Ешқандай елге жақсылығың өтпейді. Өйткені сенің тұғырың, сенің ұстанымың әділет болу керек. Сонда ғана толық адам боласың. Енді бір қызығы, Абай бұл жаңағы адамның кейбір кездерінде айтады, адамның кейбір кездері көңілде алаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сылдырап өңкей келсім, тас бұлақтың суындай, кірлеген жүрек өз үшін тұра алмас әсте жуынбай деп келеді. Осы дүниенің бәрін әділет пен ақылға сынатып көрген білгенін білдірер алыс жақынға солардың сөйле дегенін. Қараңызшы, бүкіл дүниені ол әділетке сынатады екен. Әділет, шапқат кімде бар? Сол жарасар туғанға дейді. Міне, Абай алып келіп бүкіл дүниенің кілтін, ашатын кілті әділетке апарып береді. Яғни, енді ең бірінші әділетті кім ол? Алла. Рас қой. Алла әділетті. Сондықтан да біз аяғымызды осылай басып жүрміз. Сондықтан да біздің мына басымызға нұр Алладан келіп тұрғаннан кейін біз адам болып жүрміз. Егер Алла әділетсіз болатын болса, онда біз бет-бетімізге кетіп қалар едік. Қой, Алла әділетсіз дер едік. Жоқ, Алла әділетті. Абай оны анық айтып кетті. Алла әділетті, аса мейірімді. Біз амалымызда, ісімізде сондай болуға ұмтылсақ, таза мұсылман боламыз дейді. Міне, енді әрине таза мұсылман боламыз дегенде Абайды сынайтындар басқалар мұсылман еместер таза емес пе деп ойлауы мүмкін. Жоқ, олай емес. Абай өзінің ұлтына, өзінің халқына жақындату үшін солай айтып отыр. Енді нәтиже деген бар, бәріміз мектепте сабақ беретін болсақ, нәтижеге бағдарлану керек. Барлық нәтиже болмайтын болса, онда сабағың түк емес дейміз. Ал енді нәтиже не? Абай көрсетті ме сол нәтижені? Ары қарай жібере қойыңыз. Абай біріншіден өзі толық адам. Екіншіден бір фигураны, бір тұлғаны көрсетті, ол Әбіш. 27 жас өмір сүрген Әбіштің бойында толық адамға тән қасиеттің бәрі де, және оның тұғыры әділет екенін Абай Әбішке арнаған өлеңдерінің бәрінде көрсетіп берді. Енді қараңыз, Әбішке арнаған өлеңдерін бәріңіз жақсы білесіздер. Әбіштің қандай азамат болғанын, оның өлеңдерінен, оның портретінде, оның мінезінде қазақы интеллигенция, қазақы зиялы
зиялы жас қандай болу керек екенін Абай көрсетіп берді. Оның барлық өлеңін алып оқысаңыздар болады. Ол елден бір асқан ерек болды. Ол жүрегі жылы, бойы құрыш болды. Бойы құрыш деген қайратты, спортпен шұғылданатын адам. Бойы құрыш болды. Туысы жаннан бөлек болды. Өнері жұрт асқан болды. Тіпті ол бүкіл философияны, бүкіл дүниенің бәрі емес, ол тіпті скрипканы да демін тартты ғой. Мұны өнері асқан деген сол. Ғылымға көңілі зерек болды. Ағайын туғанды тірлікте мақтады. Абай осы сөйлем арқылы бәрімізге ой салып отыр. Тірлігіңде, тірі кезіңде бір-біріңді мақта. Тірі кезіңде құрмет. Қара сөздердің бәрінде сондай ғой. Өз еліңде жақсы болып тұрса да, біреудің жақсысын көрсе, жарықтық-ай дей қалатын қазақпыз. Өзімізген бәрін ұмытып. Ал осы өлеңде айтып отыр. Енді аямаған қаріптен қолдан келген көмекті дейді. Рақым ғой бағанағы. Анау формуладағы рақым, көмекті аямаған. Тәуекелге нар ет деген. Жастар айналайын. Тәуекелшіл болмасаңдар, сендерден еш нәрсе шықпайды. Қорықпау керек, тәуекелшіл болу керек. Тым ақымақ қорқақтық емес. Тәуекелге бел байлау керек. Сонда сіздерден тұлға шығады. Сонда сіздер осы елге қамқоршы боласыздар. Және азамат болып қаласыздар. Оны да осы өлеңде айтты. Енді бір кереметі осында, не дейді, ортасында жүрсе де кәпірдің арамынан татпаған дейді. Айналайын жастар. Мұны нәтиже көрсетіп отырған Әбдірахманның бойында тазалық, тек қана рухани тазалық емес, тамаққа да таза тамақ ішкен. Арамнан деген енді өздеріңіз білесіздер. Оны жемеген, ішпеген, тартпаған. Сондықтан алтындарым, жастар, сіздер ұрпақтарыңызды тәрбиелегенде осының бәрі Абайда тұр. Соным 100 000 теңге берсе де, мынаны өзгерте беріңдер балаларым, 100 000 теңге берсе де махаббатын сатпаған дейді. Бүгінгі жастарға, Тойотаға, Камриға, Лексусқа қарайтын жастарға мынау бір сыбырлап тұрған ақыл ғой. Махаббат деген дүние, сүю деген дүние адалдық екен. Ол саған адал жар болатын айтып отыр емес пе? Сондықтан қызға да, ұлға да осы ақыл сияқты. Одан ары қарай, мысал үшін, айта береді жаңағы жарым жандарды, алты бақан алауыз, мыналардың бәрі жарым жандары. Алты бақан алауыз, ұрлықтан мал тапса, жаңағы мен қыр жібертем, оны жойы жібертем десе, ақылды бір кісіні ғайбаттайтын болса, олардың бәрі толық адам емес қой, жарым адам. Мұны да Абай осы Әбдірахманға арналған өлеңдерінде айтады. Енді біздің қазіргі көсеміміз, қазіргі еліміздің президенті, мен ойлаймын, Абайды терең түсінген адам. Терең түсінген адам. Кейбіреулердің ойында болар, ой, оны біреу жазып береді, ондай деген. Ондай емес. Мен емтихан алған адаммын сол кісіден. Әлгі қазақ тілінен. Сонда, білмеймін, барлық мамандықта бар шығар, бірақ әсіресе қазақ тілінің мұғалімдері, ол халықпен ассоциациядағы. Халық деген дүниенің өлшемі осы пәндердің ішінде жүгі ауыры қазақ тілі мен әдебиетінің мұғалімі мойнына салынады. Ол оны арды ойламаса, ол намысты ойламаса, ол қазақ тілі мұғалімі болмай ақ қойсын. Мен сонда ол кісіге көп сұрақты қойған біреу мен едім. Сонда таңдауында да, басқасында да, сөйлеуінде де ол кісі Абайды ұлықтап отырды. Егер біз Абайдың тілін алатын болсақ, деді, сол күн айтты, егер біз Абайдың тілін алатын болсақ, сол анау бесеуінен қашық, бесеуіне асық болатын болсақ, ел түзелер еді, деді. Бірақ өкінішке орай, деді. Яғни, сондықтан
кейінгі өзінің концепциясында да бұл кісі әділетті, адал азаматы бар әділетті қоғам құруды принцип етіп қойды жолға. Бұл бақыт. Бұл бақыт. Қоғам болғаннан кейін ағы да, қоңыры да, сарысы да бола береді. Кірі де, тазасы да бола береді. Қоғам ол ықылым заманнан болып келе жатқан сол дүние. Сонау гректің ойшылдары да, соны айтқан ғұламалары да сол заманнан бар дүние. Біз өзгеріп кеткенбіз жоқ. Бірақ мына кісінің приоритет қылып, басымдылық жасап отырғаны адал адам және әділет. Біз осыған жетуіміз керек. Кешегі алаш арыстары, отан болсы Семей, солардың басқан ізі жатыр осы жерде. Сондықтан қасиетті Семей бұл, жай Семей емес. Соны біз жүрегімізбен түсінуіміз керек. Сол алаш арыстарының ары қарай жібере бер алтыным. Алаш арыстарының неге алаш арыстары ерекше болды дегенде, олар Абайдың шекпенін киді. Олар Абайдың рухын алды. Сондықтан да Әлихан да, Ахмет те, Міржақып та, Жүсіпбек те бәрі Абайдың әлемінде болды. Қараңызшы, Әлихан айтады, қазақ баласы бірігіп тізе қосып іс қылса, халықтық мақсат сонда орындалады дейді. Абайдың идеясы ғой. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесеңізді бәрі бос деді. Абайдың идеясы. Екінші, ұлтына, жұртына қызмет қылу білімнен емес мінезден. Бұл Абайдың рухы. Мынау балаларын орысша оқытқандар, бұлар Абай осы елді аңдытып отыр. Осы елге қайтсем тілмәш болып жамандық жасап отыр. Олай етпеу керек деді Абай. Осы елге күзетші боламын деп оқыңдар деді. Баламды медресеге білдеп бердім дегенде, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім дегенде, Абай соны айтып отыр. Мыналар қызмет қылып шен алайын деген адамдар емес, алашар. Өз күшіне сенбеген адамда халықта ешқашан өмір бәйгесін ала алмайды. Рас қой. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап, әуретеді ішіне қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап сағын қуған бойың еппе. Өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың дейді. Рас па? Рас. Мен студенттеріме айтам, бұл сендерге тұмар деген нәрсені бүйтіп мойынға тағып жүреді адам. Абайдың тұмар өлеңі сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Сонымен өмір сүріңдер балаларым деймін. Кейде жаным ашып кеткенде бір айтам, өзіңде бармен көз көріп, артылам деме өзгеден, күндестігін қоздырып, азапқа қалма езбеден. Құлыншағым, ол 150 жыл бұрын да болған, күндес көре алмайтындар. Бүгін де бар. Құлыным, Абай бол. Тым-тым өзіңде бармен көрсете берме. Кішкене былай бол, жаным. Халқыңа көп ұзақ ғұмыр еңбек ету үшін саған амал жоқ. Осылай болу керек. Былай болсаң бәрі кетіп қалады деп. Сондықтан да президентіміз ары қарай, президентіміз мына бұны барлық жастар құлыншақтары жаттап алыңыздар. Барлығыңыз. Бұл президент мәңгілік емес, бұл да кететін адам ғой. Бірақ мына сөз біздің санамызда мәңгілікке қалсын. Абай мұрасы біздің ұлт болып бірлесуіміздің, ел болып дамуымызға жол ашатын қастерлі құндылық. Жалпы өмірдің қай саласында да Абайдың ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде мұратқа жетеміз. Абай арманы ол халық арманы деді. Сондықтан да біз әрине анау айтты, мынау айтты деген дүниелер көп. Мен сондай бір буклет те дайындадым. Мынандай. Әрине ол керек біздің студенттерге, жастарға, барлығына мынандай буклет дайындадым. Бұнда
Әлихан Бөкейханнан бастап, Шәкәрімнен бастап, Көкбайдан бастап, Кәкітайдан бастап, бүкіл бәрінің айтқан бір ауыз сөздері бар. Мұхтар Әуезовке дейін, Бауыржан Момышұлыға дейін бәрі. Осындай буклетті өткенде Абай кешін өткіздік Назарбаев университетінде. Сонда осындай дүние жасадық. Содан кейін мынандай дүние жасадым. Қараңыздаршы, мынандай бәріңіздің қолыңыздан келеді. Қазір не бар? Компьютер көп. Абайдың қара сөздерін қазақша, ағылшынша, орысша мынандай закладка дейді ғой. Дәптер, кітаптың ішіне салып отыратын. Бұл да бір тамаша нәрсе. Менің студенттерім бәріне жасап бердім осындайды. Назарбаев университетінде. Жасап бердім. Жандарым қалсын жандарында. Одан кейін әнеугіні жігіттердің мерекесі болды ғой. Мына сөздің өтірік екенін айтам. Әйелің жақсы болса, әйел керемет болса, еркектегі анау есіктегі басын төрге сүйрейді. Ол ұят сөз. Ұят сөз. Неге еркектің басы есікте болу керек? Еркекті Алла тағала махаббатпен жаратқан, бірінші жаратқан. Еркек ол. Ол ер азамат. Ер азаматтар ғана мықты болса, ел болады. Әйелге байланысты емес. Әйел сіздің қамқоршыңыз, сіздің тілеушіңіз, сіздің барлық жағдайыңызды жасап отыратын атмосфераңыз. Ал ер адам осы мемлекетті де, отбасын да ер адам алға сүйрейді. Содан Назарбаев университетінің жігіттерін не салайын, ой салайын, жігер берейін деп, Абайдың тек жігіттерге арналған өлеңдерін жинап, басына жинап бердім. Сөйтіп ақыл айттым. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сыр мен сымбат. Арзан, жалған, күлмейтін ер табылса, сонда не болады деді? Ер табылса, жарайды. Арзан, жалған, күлмейтін шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қызса сұхбат. Яғни жолдастық, достық, қарым-қатынас қандай болу керек? Олар бір-бірінен қорқып тұрғандай, зәресі ұшып тұрғандай бірін-бірін сыйлап тұру керек. Содан кейін айттым, қызды бойдақтарда бар ғой енді біздің ішімізде, жар таңдау туралы. Күйлеме жігітпін деп үнем ойнас. Салынсаң салдуарлық қадір қоймас. Ер жігіт таңдап тауып екпен жүрсін, төбетке өлекшінің бәрі бір бас. Ондай енді айттым әлгі, жоқ болса қатыныңның жат өсегі, болмаса мінежінің еш кесегі, майысқан бейнегүлдей толықсыған кем емес алтын тақтан жар төсегі. Өзіңнің жарыңнан артық жар болмайды жер бетінде. Ана юбкасы қысқа әлгі Абай айтпақшы, бұраңдаған, сылаңдағандар болар, бірақ олар жарыңнан, Мағжан Алтыным айтпақшы, жабайы ғана жарым бар, неге екенін білмеймін, сол жарымды сүйемін дейді ғой. Сол жар сүюді, өзінің жарын сүюді жігіттерге әбден айттым. Сөйтсем бір бала айтады, апай сонда түпім барлығын жігіттерге айтқан, қыздарға түк айтпаған ба дейді да. Содан кейін мен айттым, апай красавчик дедім. Неге ол қыздарға айтып басынға тұрады? Неге басынға тұрады балаларым? Егер жігіттер керемет болса, жаңағыдай айтқандай, Абай айтқандай, қыздар өзінен өзі жақсы болады. Неге олар не болады екен? Сондықтан Абай оларға сөз айтып, үйтіп не қылған жоқ дедім. Бірақ жұмақ сөз айтты дедім, мынандай деген. Ақыл керек, ес керек, мінез керек. Ер ұялар, іс қылмас қатын зерек. Салақ, олақ, ойнашы, керім кербез, жыртаң, тыртаң қызылдан шыға дерек. Міне, ер ұялар іс қылмайтын әйел, ол мемлекеттің де тірегі болады. Отбасының ғана емес. Ер ұялатын іс қылады деген қазір тиктоктан көріп жүрсіздер. Сұмдық нәрселер. Алқан-жұлқан қыз балалардың әдепсіздігі, үлкен әжелердің тайраңдап билеуі, өліп қаласың ұялып. Ол ер ғана емес, ел ұялатын іс. Ондай істі біздің ақылды қыздар айналайын, тамаша қыздар еш уақытта жасамайды. Алтындарым, сіздер сондай керемет болғаннан кейін, сіздердің жүректеріңізде барлық тазалық орнағаннан кейін бүгінгі осы форумға қатысып отырсыздар деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет.
Құрметті Гүлтас Сайынқызы, мына ғылыми мазмұнды терең баяндамаңызға зор алғысымызды білдіреміз. Ұрпақ тәрбиесіндегі еңбегіңіз жемісті болсын деп тілейміз. Құрметті әріптестер, олай болса келесі сөз кезегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан зерттеу университетінің жас ғалымы, абайтанушы Әзімхан Исабекке беріледі. Мұхтар Әуезов және абайтану мәселелері. Саламатсыздар ма? Құрметті Думан Рымғалиұлы, құрметті Ағырке Абылайханқызы, қадірлі еліміздің жоғары оқу орнынан жиналған ғалымдар, өкілдер. Бүгін жаңа ғана Гүлтас апайымыз керемет баяндама жасады. Бүгін ұлылар елінде үлкен тарихи бас қосу. Апайымыз жақсы айтып өтті. Бұнда екінің бірі келмейді. Сіздер шын мәнінде бақыттысыздар. Өйткені Асқар Сүлейменов қазақ әдебиеттану ғылымының маңдайалды сыншысы айтады: Семей, Жидебай ол абайға апарар жол, мұнда үйретемін деп келмейді, үйренемін, арыламын, тазарамын деп келеді. Сонау Қарауылға, Жидебайға осындай мақсатпен барады деп Асқар Сүлейменов бекерден бекер айтқан жоқ. Сондықтан осындай ұлылардың еліне келгендеріңіз шын мәнінде сіздердей таңдаулы ғалымдарды, жас ізденушілерді осындай жолдан бастап келуі бұл әрине бекерден бекер емес. Өйткені бұл ұлылардың мекені, Шежірелі Шыңғыстау, абайлар бесікті тербеткен, Құнанбайлар жортып өткен қазақтың танымын, рухани тағылымын бүкіл әлемге паш еткен сондай бір қасиетті өлкеге келгендеріңіз шын мәнінде ұлы бақыт. Апай сіз айтып өткендей. Бүгінгі тақырып Мұхтар Әуезов және абайтану мәселелері деп аталады. Баяндамам осы ретте сіздерге баяндамамды айтып өтуді жөн көрдім. Әуезов университеті мен Шәкәрім университеті өте тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейді. Бұрындары осы 2022-ден бері біз осы тікелей тығыз қарым-қатынас жасап, одан бұрынырақта байланыс болды. Әсіресе қазіргі уақытта бір арада сондай бір бауырластық байланыс орнағандай әсер қалдырып отыр. Өйткені жақында ғана Абайдың толық адам ілімі туралы осы жерде ғылыми алаң болған еді. Думан ағамыз тікелей өзі ұйытқы болып, сол жерде осы Zoom арқылы баяндама жасап, Әуезов университеті мен Шәкәрім университетінің тағы да бір бауырмал екендігін дәлелдеп өткен болатынбыз. Міне сол жалғастық осы жерде сіздермен жүзбе-жүз тікелей байланысқа әкеліп бастап отқан жағдайы бар. Абайтану бүкіл әдебиеттану ғылымының төресі, әдебиеттану ғылымның жүрегі. Абай болмаса қазақтың қазіргі деңгейі қандай болар еді деген баршамыздың көкейімізде ой сарнап тұратын рас. Өйткені абайтану ғылымның негізін салған Мұхтар Омарханұлы Әуезов болатын ғылыми тұрғыда. Сонау Казгуде оқып жүрген кезде Абайдың бүкіл мұрасын, толық адам ілімін сол кезде кеңестік дәуірде айта алмай кетті, өкінішке орай. Бірақ көптеген мұраларды жарыққа шығарып, артынан соншалықты мұраны тастап кеткен Мұхтар Омарханұлы бүкіл әлемдік деңгейдегі ірі ғалым. Өйткені Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің сол кезде кеңес дәуірде айта алмай кеткен дүниесі Абай жолы арқылы, Абай мұрасы арқылы сонау кішкентай ғана бір дән тастап кетіп, әлі де сіздер мен біздерге азық болатын дүниені мұра етіп кеткені бұл әрине ақиқат. Өйткені Мұхтар Омарханұлы өзінің бір керемет сөзінде айтады: Абай деген мұхит, ол мұхитқа сүңгу үшін оның тереңіне бойлау керек, мен оның бетін ғана қалқыдым деп айтады Мұхтар Омарханұлы. Қараңыздар, қандай бір тарихи сондай тағылымды, танымдық терең сөз екен осы арада аңғаруға болады. Мұхтар Омарханұлы 1933 жылы ең әуелі осы Абай атамыздың тұңғыш толық жинағын қалай шығарды дегенге келетін болсақ, 1933 жылға дейін Абайдың тұңғыш толық жинағы осы Петербургте Кәкітай мен Тұрағұлдың басылуымен жарыққа шыққан болатын.
бұл әрине қазақ әдебиеттану ғылымында айқайлап айтатын өте бір ғылыми сенсация болатын. Өйткені Абайдың мұрасы ол кезге дейін түгел жинақталып біткен жоқ еді. Тағы бір мәселе, өте қызықты мәселе, жаңа апайымыз жақсы айтып өтті, қазақ қыздарының, балдарының тәрбиесі туралы. Сол кезде мынау Мүрсейіт Абай атамыздың шығармаларын көшірген. Біз қазір осы Мүрсейіттің тұлғасын ғылыми тұрғыда зерделеп жатырмыз. Әуезов университеті осы Мүрсейіттің Абай атамыздың бүкіл шығармаларын көшіріп, қара сөздерін, сіздер мен біздер оқып жүрген қара сөздерін, өлеңдерін, аудармаларын көшіріп, сол кезде кітап болып шықпай тұрған кезде ұзатылатын қыздың жасауына қосып беріп отырғандығы, бұл әрине сол кезде үлкен ғылыми жаңалық болған еді. Абай атамыз айтады өзінің өлеңінде: жасаулы деп, малды деп, байдан алма, кедей қызы арзан деп құмарланба, ары бар, ақылы бар, ұяты бар, ата-ананың қызынан ғапыл қалма дейді. Яғни ары бар, ұяты бар қызға үйлену керектігін Абай атамыз айтып отырған. Яғни сол кездегі Абайдың жүрегіне терең бойлаған адам сол кезде Абайдың жастардың арасында қандай креативті болғандығын осы арада білуге болады. Сонда әрбір қолжазбаның жастардың арасына ұзатылған қыздың жасауына қосып отырғаны, бұл сол кездегі Абайдың қазақ арасында деңгейінің қаншалықты биік екендігін осы арада паш айтып өткен болатын. Мұхтар Омарханұлының тағы бір деректеріне сүйенсек, Әуезовтің осы 1933 жылғы жинағы қалай жарыққа шықты деген мәселеге назар аударып кетуді жөн көріп отырмыз. Абай атамыздың осы 1933 жылы тұңғыш толық жинағы шықпай қалуы мүмкін еді. Өйткені неге деген сауал туындайтын болса, сол жылдары қазақтың даласын ашаршылық жайпап өткен жақсы білесіздер. Сол кезде мына Мүрсейіттің баласы Рахымбай атамыз осы Абай атамыздан қалған 1905 жылғы, 1907 жылғы, 1913 жылғы 3 қолжазба сақталған жақсы білесіздер. Сол 3 қолжазбаға қатер төнеді. Өйткені қазақ баласы, қазақтың бүкіл үлкен кішісі мынау ашаршылыққа ұшырап бет-бетімен әр жаққа босып кеткен кезде, сонда жаңағы Мүрсейіттің баласы Рахымбай атамыз өзінің әкесini көшірген Абайдың сіздермен біздер оқып жүрген мұраларын барлығын қолтығына қыстырып, мен ертең аштан өліп кететін болсам, қазақ Абайсыз қалады. Сондықтан мен осы қолжазбаны осы Семейдегі біз былтыр ғана өз көзімізбен барып көрдік, Шолпан адырына өзінің Ажар деген анасының басына апарып көмген екен. Сол жерде осы 30-шы жылдары көмген, ашаршылықтың беті бірден кейін беті қайтқан тұста Мұхтар Әуезов Абайдың қолжазбаларына іздеп сұрау салдырады. Ендігі жаңағы мақсат 33-ші жыл тұңғыш толық жинақты жарыққа шығару болады ғой. Сонда жаңағы Мүрсейіттің баласы Рахымбайдың көзі тірі екендігі, бірнеше енді осындай аумалы-төкпелі қилы заманнан өтіп, осы қазіргі кезде осы жердің астына көмілгенін естіп, осы Семейге сол қолжазбаларға іздеп сұрау салдырады. Сонда жаңағы Рахымбайға хабар жетіп, 33-ші жылы осы мынау жердің астына көмілген Абайдың 3 бірдей қолжазбасын қазып алып, су өтпейтін затқа орап көмген ғой. Сол Алматыдағы, алыстағы Алматыда Мұхтар Әуезовке жөнелтеді екен. Сонда 1933 жылы шыққан жинақтың негізгі шығу тарихы осында, құрметті ғалымдар. Сонымен қатар жаңа апайымыз жақсы айтып өтті, осы Абай атамыздың кешірім мәселесі, әділет мәселесі, Абайдың толық адам ілімінің негізгі темір қазығы. Бұны біздің ардақты ұстазымыз Мекемтас Мырзахметұлы бүкіл шығармаларында, абайтану шығармаларында, Абай туралы зерттеулерінде жақсы айтып өткен. Бүкіл санаулы ғұмырын абайтануға арнаған Мекемтас Мырзахметұлы осы Абайдың толық адам ілім негізін салды. Өйткені Мұхтар Омарханұлы жаңағы кеңес дәуірде айта алмай кетті ғой, негізін салды, бірақ айта алмай кетті. Орысшалап, жұқалап, нравственный личность деп бір ауыз сөзбен атап өтті, бірақ өкінішке орай кеңестік дәуір ол жаңағы толық адамға мүмкіндік бермеді. Міне бүгін тәуелсіздіктің ақ таңы атып, азаттықтың ақ таң атқаннан кейін жаңағыдай президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Абайдың толық адам іліміне негізгі көңілін баса аударып, осы жастарды сіздермен сусындандыруды негізгі мақсат етіп отыр. Өйткені кішіпейілдік пен кешірім бұл Абай атамыздың негізгі кредосы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, мынау Көшбике оқиғасы Абай атамыздың соққыға жығылып, басына аяусыз қамшы тиген тұста жаңағы Абай атамыз батысты бетке алып кетпекші болады. Сонда Бегешпен жаңа бір деректерде Шәкәрім
атының басын ұстап, я Абай қайт райыңнан деп батысқа бет алып кетіп бара жатқан Абайды тоқтатып, сен қазаққа керексің, сондықтан қайт райыңнан деп атының басын кері бұрып алған екен. Сонда жаңағы бұл жағдайдан кейін бірнеше күн өткеннен кейін Абай оңалып, жарақаты беті бер қарағаннан кейін Бегеш атамыз келіп, Абай мырза, ерге жара түйін деген ит адамды, тентек Құдайды танымайды. Сіз бір ғана ру үшін туылған ер емес едіңіз, бүкіл алашымызға, алты алашымызға ортақ арысымыз едіңіз, қазылған орыңызда, қайнаған отыңызда боламыз деп келдік, бізге не бұйырасыз дейді. Сонда жаңа Абай атамыздың айтқан сөзі, Бегеш би, я Бегеш досым, қиыстырып әдемі сөзбен өрнек дейсіз ау, бірақ мен бұл нәрсені, бұл басыма тиген қамшының соққысын кешіріммен тартам деп шештім. Ешқандай дау қылмаймын. Жігітектің баласын кезінде айдатқанда осы біздің ағайындар болатын, бізден де кеткен қате кемшіліктер бар еді. Сондықтан да мен бұл дауды кешіріммен тартам деп шештім дейді. Қараңыздар, кешірім, әділет деген осы Абай атамыздың сөзі мен ісімен сәйкес келетіндігін осы арада аңғаруымызға болады. Тағы да Абай атамыз өзінің өлеңінде айтады: мазлұмға жаның ашып, ішің күйсін, харекет қыл, пайдасы көпке тисін, көптің қамын әуелден Тәңір ойлаған, мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін дейді. Яғни осы арадағы Абай атамыздың айтып отырғаны, көпке пайдаң тисін, өзіңнің қарақан басыңды ойлама, кешірімді бол, мейірімді бол, адамзаттың бәрін сүй дегендігі, яғни осы арада анық айтып отырғанын дәлелдеу көруге болады. Мұхтар Омарханұлы Абай жолы романын жазды ғой, 4 томдық. Одан бөлек Абай Құнанбаев атты монографияны жазды. Сол монографияда осындай толық адамның елеулі тұстарының барлығын шегелеп, ашық түрде кейбір нысаналы тұстарын астарлап берген анық байқауымызға болады. Сонымен қатар Абай атамыздың осы бір тағы бір толық адам ілімнің негізгі кредосы, бұл әрине ақыл қайрат жүрек. Ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласың, елден бөлек жеке біреу жарытпайды, жолда жоқ жарым есті жақсы демек дейді. Яғни ақыл қайрат жүрек дейді. Апайымыз жақсы айтып өтті. Қайрат ақылға бағыну керек, ақыл жүрекке бағыну керек. Сонда ғана біз толық адам болады екенбіз. Және атамыздың біз 2020 жыл Абай атамыздың 175 жылдық мерейтойында Абай атамыздың ең бір басты шығармасы, шығармашылығының квинтэссенциясы саналған китап тасихтың транскрипциясын жасап шыққан болатынбыз осы Әуезов университеті. Китап тасих шығармасы Абай атамыздың ең басты шығармасы, китап тасих Абай атамыздың қорытынды шығармасы, китап тасих Абай атамыз шығармашылығының квинтэссенциясы. Өйткені Абай атамыз өлеңдерін, қара сөздерін жазып болғаннан кейін 1903-4 жылдар аралығында осы китап тасихпен бүкіл шығармашылығын қорытындылаған екен. Сол китап тасихта айтады Абай атамыз: ей біліңіздер, перзентлер, Құдай тағаланың жолы ниһаятсыз болады, бірақ сол жолға кім қадам басты, сол таза мұсылман, толық адам деп айқындап берген болатын. Мінекей толық адам. Яғни Құдай тағаланың жолы ол таза болады, бірақ енді біз Құдай тағаладай пәк бола алмаймыз, өйткені адам баласымыз ғой. Бірақ сол жолға ниет қылып, жаңағыдай қолымыздан келгенше қадам басатын болсақ, сол таза мұсылман, толық адам деп Абай атамыз шегелеп берген болатын. Яғни китап тасихтың негізгі атқаратын, көтеретін жүгі осы толық адам іліммен сабақталады екен. Тағы да бір біздің Әуезов университетінің жаңалығымен бөліскенді жөн көрдім. 1930 жылдар өздеріңіз жақсы білесіздер, қазақ даласында осы алаш зиялыларын қудалап ашаршылық басталған кезеңде осы Семейдегі Абай атамыздың ұрпақтары тарыдай болып шашылып, әр өңірлерге жер аударылып, жаңағыдай депортировать етілген дейді, орысша депортация жасалған. Сонда бірнеше ұрпақтары Шымкент қаласына да қоныс аударған екен. Сонда біз енді осы бірнеше жылдан бері Абай атамыздың мұрасын зерделеп келе жатырмыз. Осы Шымкент қаласы мен Әуезовтық осы Абайдың елін ұлылар мекен қандай ғылыми дүниелер сабақтастырады десек, өте терең дүниелер сабақтастырады екен. Ең әуелі осы Мұхтар Әуезовтың өз жұрты Семей болатын болса, ұлы жұрты ол осы оңтүстіктің, Түркістанның, Шаянның, Созақ
өңірлерін қамтиды екен. Өйткені бір деректерде Құнанбай бабамыз қажылықтан келе жатқан жолда осы Әуез қожамен кездесіп, Мұхтар атамыздың атасымен кездесіп, білесің бе, Әуез, білімсіз адам надан болады, арам өлген мал көрсе сенің өлгенің жаңа, менің көргенім жаңа деп жей береді. Мен сені шежірелі Шыңғыстауға көшіріп алып кетемін, сен қазақтың балаларын сауаттандыр, жер берем дейді. Міне екі арада келісім болып, Мұхтар атамыздың ата бабалары осы шежірелі Шыңғыстауға қоныс аударғанның бір себебі осы екен. Қараңыздар, екі арадағы қарым қатынас. Екінші, Абайдың әулеті мен Шымкенттің байланысы. Сол жаңағы бірнеше ұрпақ Абай атамыздың Шымкент қаласында жерленген, қоныс аударған. Сонда жаңағы Абай атамыздың ең сүйікті ұлдарының бірі Тұрағұл. Алаш партиясының құрамында болған, Әлихан Бөкейхановтармен үзеңгілес болған, шәкәрімдермен, осы жаңағы қазақ зиялылармен үзеңгілес болған Тұрағұл атамыз Шымкент қаласына қоныс аударған, оның қызы Мәкен апамыз Шымкент қаласында тұрған. Жаңағы осындай жағдайлардан кейін бұдан басқа Абай атамыздың өзінің сүйікті ұлдарының бірі Микаилдың Шымкент қаласында тұрғандығы, тек қана тұрған жоқ, Микаил Шымкент қаласында қайтыс болған, Шымкент қаласында Шұқырсай зиратында жерленген. Сонымен қатар Абай атамыздың сүйікті келіндерінің бірі Кәмәлия апамыз Абай атамызды ақтық сапарға шығарып салған өзінің немере келіндерінің бірегейі. Мағауия қайтыс болғаннан кейін жақсы білесіздер, Абай атамыз сырт беріп жатып қалады. Сонда Кәмәлияны шақырып алып, қарағым Кәмәш, мен енді сендердікі емеспін, сендер енді дайындала беріңдер, мен бөтен дүниелікпін деп, осы дүниеден өтерін Кәмәлия апамызға айтқан екен. Сонда жаңағы осыдан біле беріңіздер Кәмәлия апамыздың, осы Абай атамыздың өміріндегі орнын, Кәмәлия апамыздың Шымкент қаласында жерленгендігі, Тұрағұл атамыздың Шымкент қаласында жерленгендігі баласы, және өзінің жаңағы әйелі, өзінің баласы Микаилдың әйелі Дәмежанның Шымкент қаласында жерленгендігі. Бұл шын мәнінде тарихи уақиға. Біз бұл жаңалыққа 2021 жылы қол жеткізген едік. 2021 жылы мынау Химфарм заводында Тұрағұлдың сүйегі қалып кетті деп айтып жатады абайтанушылардың тарапынан. Астында қалып кеткен жоқ екен. Өйткені 18-19 ғасырда Химфарм заводы болған екен. Соның алдыңғы жағында мазарат болғаны рас. Сол жерде Абай атамыздың баласы Тұрағұлдың жерленгендігі ақиқат. Бір деректерде жаңағы Мұхтар атамыздың ағасы Ахмет Әуезов өзінің естелігінде жазады, түнде үзілді дейді Тұрағұлды, Абай атамыздың баласын. Сонда жаңағы түнде үзілді, түнде Химфарм заводының төңірегінде жерлеп келдік деп өзінің естелігінде айтады. Сонда жаңағы Тұрағұл атамыздың қызы, Абай атамыздың немересі Мәкен апамыз, Абай атамыздың 150 жылдық мерейтойында осы Химфарм заводына кіріп, жарықтық Шымкент қаласында екі жеңгем жатыр, ағам жатыр, әкем жатыр, мен осы Химфармның маңдайшасына тас ілдірем, естелік болсын деп. Сонда жаңағы Тұрағұлдың 1934 жылы Химфарм заводында төңірегінде жерленгендігі, 1962 жылы Кәмәлияның 62 жыл Қасқа зиратында жерленгендігі, 60-70 жылдары жаңағы Микаил мен Дәмежанның жерленгендігін тасқа қашап ойып жазған екен. Сол тас Химфарм заводында 30 жылға жуық уақыт бойы сақталып келді. Мәкен апамыз бен Мұхтар Әуезов тығыз байланыста болған. Мұхтар Әуезов 5 мәрте оңтүстікке сапар жасаған. Сонда 5 мәрте сапар жасау барысында Мәкен апамыз ол кезде Сарыағаш өңірінде тұрған, Сарыағашқа барып, Тұрағұлдың қыздары мен ұрпақтарымен тығыз қарым қатынаста болып жағдайын сұрап отырған екен. Қараңыздар, сол таста жаңағы мәліметтен бөлек Абай атамыздың жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ, өткен өмір қайта келмек, басқан із, көрген қызық артта қалмақ, бір құдайдан басқаның бір өзгермек деген өлеңі осы таста қашалып жазылған. Бұл тастың ерекшелігі Абай атамыздың көзі, Абай атамыздың әулетінің ең бір жаңа белді текті зиялы қыздарының бірі Мәкен апамыздың жасатқандығы. Бұл шын мәнінде әдебиеттегі тарихи уақиға болды. Біз былтыр ғана Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың перзенті Мұрат ағамыз қайтыс болған кезде осы жаңағы Мәкен апамыздың қызын көрдік, Сәуле апамызды. Сонда Тұрағұл атамыздың немересі болып тұр ғой. Сол тастың суретін көрсеткен кезде ол кісі көзіне жас алып, Абайдың әулетіне адалдық танытқан, Абайдың аманатына адалдық танытқан Әуезов университетіне мен басымды ем деп айтқан болатын.
болатын. Мінекей бұндай жаңалық өте көп. Біз осы жаңа айтып өттік, Мұхтар Әуезов 5 мәрте оңтүстікке сапар жасаған. Ол кісі жаңа Жапонияда болды, Үндістанда болды, Германияда болды. Неге ол жаққа 5 мәрте бармайды? Неге Шымкент қаласына 5 мәрте сапар жасайды деген кезде Мұрат ағамыздың берген жауабы, ол кісі өзінің ұлы жұртына тағзым етіп, өзінің аталары қалған топыраққа бас ию үшін 5 мәрте сапар жасалды. Мұрат ағамыз айтқан еді. Біз сол шығармашылық сапарды терең зерделеп, біздің Әуезов университеті, сонымен қатар Абай атамыздың шығармаларын түп нұсқадан Мүрсейіттің қолжазбаларын басынан қазіргі таңда қайтып қарап жатырмыз. Былтыр ғана Әуезов һәм Абай атты осы жаңағы Әуезов пен Абайдың мұрасын зерделеп, 2 томдық Әуезов һәм Абай атты осындай еңбекті жарыққа шығарған едік. Сырты 1918 жылы Абай журналының шыққан өрнегімен бедерленген. Өйткені Мұхтар Әуезов Абай журналы шыққан кезде Семейде былай деп жар салған еді: Жүсіпбек Аймауытов екеуі. Қазақ халқы надандықтың айсыз қараңғы түні ғылым сәулесінен бүркеп тұншықтырып тұрған кезінде, тұншыққан елге дем болуға, қараңғы жерге нұр болуға, надандық аждаханы өртеуге Құдай жіберген хақиқаттың ұшқыны Абай туды деп жар салған еді. Мінекей сол журнал шыққан кезде осылай жар салған екен Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытов. Осы Әуезов һәм Абай атты еңбекті Думан Рымғалиұлы, Ақерке Абылайханқызы сіздерге тарту етуге рұқсат етіңіздер. Санаулы күнде осы Құдай Алла жазса, біз осы Абайдың шығармашылығын қайтадан зерделеп, текстологиялық тұрғыда Мүрсейіт атамыздың және де Мекемтас Мырзахметұлы бізге айтып кеткен еді, осы Шыңғыстау қолжазбаларын, Оразке Уақбайұлының қолжазбаларын, Абайдың шығармаларын көшірген, қайтадан ғылыми тұрғыдан зерделеу туралы ұсыныс айтқан еді. Біз сол ұсынысты зерделеп, жақында Алла жазса баспадан шығады. 700 беттен астам Абайдың шығармашылығын зерделенген текстологиялық тұрғыда жақында кітап болып шығады. Сол кітап шықса, өздеріңізден сүйінші сұрайтын боламыз. Ол кітапқа енді Мекемтас атамыз дүниеден өткен кезде, өзі 1 айға жуық жетер-жетпес уақыт бұрын батасын беріп, пікірін жазып үлгерген еді. Мінекей енді ол жаңалықтың да алыс емес. Думан Рымғалиұлы, Ақерке Абылайханқызы Әуезов университетінің тартуын қабыл алыңыздар. Баяндамамыз қысқаша ғана осы. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Семей қасиетті жер. Мұқағали айтады: ой-хой, Абай даласы, Семей десе Абай деп құлағы елең деген деп. Семей ұлылардың елі, Абайдың тұғыры, Әуезовтің тұғыры биік болсын, әлемге аты шығып, баршамызды осы ұлы тұлғаларды ұлықтау баршамызға ортақ міндет деп санаймын. Көп рахмет. Әзімхан мырза, үлкен рахмет. Абай еліне арнайы келіп, жастардың артынан сөз алып, бір сүбелі ойларыңызбен бөліскеніңізге. Келесі талқыланатын тақырып 21 ғасыр білім беру жүйесіндегі мейнстрим толық адам ілімі. Баяндамашы Шәкәрім университеті Абай және ұлттық руханият ғылыми орталығының басшысы, филология ғылымдарының кандидаты Смағұлова Ақмарал Төлеуғазықызы. Қайырлы күн, құрметті қауым. Абайдың табанының ізі, қолының табы қалған киелі Семей жеріне, Абай жеріне тағы бір мәрте қош келдіңіздер дейміз. Құрметті зиялы қауым, сізбен мақсатымыз бір, мұратымыз ортақ. Әр түрлі сала мамандарын дайындап жатқанымызбен біздің негізгі мақсатымыз білімді, білікті ұрпақ қана емес, сонымен бірге білім алушыларымызды адам болу жолына үйрету. Біздің бүгінгі білім алушыларымыз бұл цифрлық технологияның қарыштап дамыған дәуірінде өмірге келген. Яғни бүгінгі күнде цифрлы адам терминімен сипатталатын Z ұрпақпен біраз уақыттан кейін біздің білім алушылардың қатарына, яғни студенттердің қатарына қосылатын альфа ұрпағы өкілдері. Бұларды, яғни бұл білім алушылар біздің болашағымыздың интеллектуалды көшбасшылары. Осындай қарқынды жаңағы тіптен бүгінде алсақ, жасанды интеллекттің ортамызға еніп кеткендігі сондай,
бүкіл ақпаратты бір мәрте сіз суреттейсіз бе, ән айтқызасыз ба, аудио жазғызасыз ба, дайын мәтінді дайындап бересіз бе, жасанды интеллект енгені соншалық 21 ғасырдың ұрпағына абайды біз қалай насихаттауымыз керек, не істеуіміз керек. Яғни біздегі үлкен идеялық құрал ол абайдың рухани мұрасы. Абай Қазақстанның бренді деген сөзді біз бүгінгі ұранға айналдырдық. Ал енді оны заманына сай біз абайды қалай түсіндіреміз, заманына сай абайды қалай насихаттаймыз, біздің жастардың сұранысына сай абайды қалайша үйретуіміз керек деген үлкен сұрақтың астарына бүгін сіздермен біраз ойым келіп отыр. Енді келесі дүниеге қарасақ, абайды не үшін оқу қажет? Білім игеру десек. Білім игеру деген, ол оқу деген ол диплом алу емес, қарасақ. Ол оқу деген сіз бірінші жаңағы мамандық игеруіңіз қажет, ойыңызды өзгертуіңіз қажет, мінезіңізді өзгертуіңіз қажет. Сол кезде ғана абай айтқан жаңағы ғылымда, дүниенің де барлық осы білімде екендігін түсінесіз. Әл-Фарабидің тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деген ақыл сөзі бар. Бұл біздің бүгінгі педагог мамандардың ұранына айналды. Абай не дейді? Кісіге қарап сөз алма дейді, сөзіне қарап кісін ал дейді. Немесе қараңыздар, ақыл сенбейіңіз, бір іске келсеңіз дейді. Ғылым мен ақылды сақтайтұғым мінез деген сауыт болады. Сол мінез бұзылмасын дейді. Әлиханның айтатын жаңағы Алаш арысы Әлиханның айтатында сол, ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден дейді. Немесе бүгінгі замандағы ынтымақ бірліктің қажеттілігі. Әдетте біз қоғамда жәбір көрген бір адамға қолғабыс берсе, қол ұшын берсе, мейірімділік деп қабылдаймыз. Неге біз жәбір көрмейтін, біреуге залал келтірмейтін қоғам құруға ұмтылмаймыз? Абай сол кезде ғана барып, Абай айтқан жаңағы адамзаттың бәрін сүй деген ақыл сөзінің мәнінің ашыла түсетін шығар. Бұның астарында жаңағы мейірімділік, шапағаттың барлығы осында жатқан болар. Абайдың өмір бойы арманы қазақтың өз ісінің шебері болған армандады. Егіннің ебін, сауданың тегін үйреніп ойлап мал ізде дейді. Өнерлінің ең жаңағы құдіреттісі ол қолөнер дейді. Қолөнер үйренбекке керек дейді. Байлықтың да, бақыттың да кілті біздің өзіміздің сүйген кәсіпте. Біз білім алушыларымызға осының барлығын жіліктеп түсіндіре білген кезде, біздің жаңағы қоғамымыздың жарқын бола беретініне бір кепіл болар. Келесі. Адам өмірінің мақсаты не? Адам өмірінің мақсаты кемелдену мен жетілу дейміз, Адам қалай жетіледі? Ол спортпен шұғылдануы мүмкін, ән айтуы мүмкін, сурет салу мүмкін, тағысын тағылар. Ал кемелдену дегеніміз немене? Кемелдену ол адам жүрегінің тыныштығы. Жүрек қай уақытта тынышталады? Ақыл мен ойдың жаңағы жүрекке келген пен шынайы қабылдай білгенде ғана адам жүрегінің, адамның жаңағы кемелденгенінің мәні ашыла түсетін шығар. Абайдың 7-ші қара сөзіндегі айтылатын тән құмары мен жан құмары осыдан келіп шығады. Тән құмары дегеніміз бұл ішсем, білсем, жесем, ол да қажет адамға, ол да керек. Сол кезде ғана тән жанға қонақ үй бола алады дейді Абай. Ал жанның тамағы не? Біз жанымызды қалай рахаттандырамыз, рухымызды қалай көтереміз? Ол әрине бүгінгі түрмен айтқанда білімізде, ілімізде, ғылымызде рухани болмысымыздың дүниесі осымен ашылатын шығар. Келесі. Енді мына жерде бізде әдетте қоғамда мынандай жалаң қағида қалыптасқан. Абай бұл филолог мамандарға керек, одан әрі асқанда гуманитарлық сала мамандары үшін деген. Бірақ қоғамдағы Абайды кез келген мамандыққа қатысты Абайдың іліммен сусындатып, оны зерттеу жүргізуге болады. Мысалы, бірнеше мысалды келтіріп қойдым. Абай және кәсіпкерлік формуласы, жаңа біз жоғарыда айтып өттік. Абай және интеллектуалды ұлт, Абайдың кісілік кодексі, Абайдың моральдық кодексі және болашақ дәрігерлер. Неге мысалы біз студенттерімізге, білім алушыларымызға осы тақырып аясында
біреуіне зерттеу берсек, жаңа Гүлтас Сайынқыз айтты ғой, ол 10-на барады, 10-ы 100-не барады, 100-і тағысын тағы тарай береді. Бұл жаңағы абаймен білім алушыларды жаңағы жалықтыру, абайдың қара сөзіндегі қиын ұғыммен одан әрі абайды жиіркендіріп алу емес, керісінше абайдың айтқан рухани болмысын, рухани дүниесін сол білім алушымыздың бойына сіңіру шығар. Келесі. Енді мына жерде бірақ мысал келтірдім. 1885 жылы Абай Қарамола жәрмеңкесінде Төбе би сайланып, сол жерде 3 күн отырып, дала заңы мен Ресей империясының заңын біріктіріп отырып, Қарамола ережесін жазып шыққан. Бұл ереже 74 баптан тұрады. Міне 5-ші бабын қарасаңыздар, би өзін мынандай жағдайда билік айтудан босатады, егер дауласқан жағынан жаңағы бір туысы болып келсе дейді. Әкімшілік құқықтың қазіргі күндегі 814 бабымен қараңыз. Абай және құқықтық сана, абай және заңгерлік деген тақырыпта неге алмасқа, неге әртаман зерттеу беріп қарастырмасқа. Құрметті зиялы қауым, менің негізгі тақырыбым жаңағы абайдың ғылымын, абайдың толық адамын бүгінгі білім жүйесіне енгізу жолдары деген бағытта болғандықтан осылай әрбір саланы сіздерге көрсетуге тырысып тұрмын. Енді Абай айтқан толық адам қандай? Ол кім? Бәріміз білеміз, Абай жаңағы толық адамның 3 негізгі категориясын айтып берді. Бәріміз жатқа білетін ғылым таппай мақтанба өлеңінде осы жаңағы толық адам болудың тезистік программасын жасап берді деп Мұхтар Әуезовтің сөзінен бәріміз қолданып жүрміз, білеміз. Ол ыстық қайрат дегеніміз не? Нұрлы ақыл дегеніміз не? Жылы жүрек дегеніміз не? Бүгінгі заман тілімен айтсақ, нұрлы ақылымыз IQ-ға, ыстық қайратымыз EQ, жылы жүрегіміз EQ-ға сәйкес келеді екен. Бұларды енді алып қарасақ, ыстық қайратымыз жаңағы талапқа барады, яғни жігер, мықты, еңбек ету керек. Артқа қоя тұрыңыз. Нұрлы ақылымыз терең ойға келеді, жылы жүрегіміз қанағат пен рақымға алып келеді. Яғни мейірімдікте жатады. Осы жерде мынандай бір дүниені айта кетсек, Оппенгеймер деген атақты физикті барлықтарыңыз білесіздер, жаңағы ғылымда теңдессіз жоқ жаңалық ашты. Ядролық қаруды ойлап тапты. Оппенгеймер мен Абайдың туған кезеңі 2 түрлі, мүлдем 2 басқа кеңістіктің адамы. Оппенгеймердің бойында ыстық қайрат та, нұрлы ақылда болды. Бұл кісі жаңағы ядролық қаруды әкелу үшін ол теңдессіз жаңалық, бірақ оның адамзатқа тигізген зардабы әлі күнге шейін ол тіпті жер бетінен өшіп те кетпейтін шығар. Мысалы, біз семейліктер біз жақсы білеміз бұл ядролық қарудың зардабын. Ал бұл жерде мен не айтқым келіп отыр? Яғни Оппенгеймер өзі кейіннен бұл ісінің қате екендігін, біз тозақты жаратқан екенбіз әлемге деп өзінің жаңағы өмірден өткенше ядролық қаруға қарсы шығып келген екен. Бұл жаңағы ыстық қайрат пен нұрлы ақылды сіз жүрегіңізге бекітіп, жүрегіңізбен қабылдай алмасаңыз, оның да қоғамға зардабы бар деген дүниені баса айтқым келеді. Келесі дүниені қарап көрейік. Енді толық адам ілімін білім жүйесінде не үшін енгізуіміз қажет? Енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы арнайы бағдарламалық тапсырманы берді. Қазір көптеген оқу орындарында бұл арнайы оқытылуда. Атақты абайтанушы ағамыз Мекемтас Мырзахметұлы өмірден өткенше толық адамды енгізу керек, университетте оқыту керек, институтта оқыту керек деген ұранмен өтті. Енді осы жерде тағы да бір дүниені айтып кетейін. Шәкәрім университетінде Абай әлемі деген пән оқытылады. Бұл пән 2-ші курстардың барлық білім алушыларында мамандықтарында оқытылады. Ол мейлі аграрлық сала болсын, мейлі инженерлік технологиялық, мейлі қаржы саласы болсын. Бұл жердегі біздің басты мақсатымыз Абайдың жаңағы айтқан нақыл сөзінен нәрінен сол алдымыздағы білім алушымыздың санасына тұңғырмағанда бір ойын, бір идеясын санасына бекітіп, болашақта ол қай мамандықта жүргені маңызды емес, адамдық категориядан, адам болудан аттап кетпеуге біз жаңағы ықпал етуге бүгінде әрекет жасап атсалысып жатырмыз. Кейбір кезде студенттеріміз енді әртүрлі сала мамандықтар отырғаннан кейін біз Абайды не үшін оқуымыз қажет?
бізге бұл керегіне, мен жаңағы аграрлық салада немесе ветеринарлық салада отырмын. Абайды не үшін маған 21 ғасырда бұл қажет деген дүниеде осылай жіліктеп түсіндіріп бергеннен кейін ол білім алушының жаңағы семестрдің аяғында ойы өзгеріп, Абайдан жаттап, Мұхтар Әуезовтің өмірін қарап, шәкәрім кешкен қилы тағдырды түсінгеннен кейін қандай киелі жерде тұрып жатқандығына олар өздерінің рахметтерін айтып кетеді. Келесі дүниені қосайық, енді сөзіміздің қорытындысында Абайдың толық адамын бұл бүгінгі қоғам сусындап отырған, қоғамға қажетті үлкен ілім, толық адамды, оның кез келген жаңағы отбасы институтында, білім жүйесінде, басқаруда, бизнесте болсын, Абайға қажетті дүниенің барлығын алып, оның ішіндегі толық адамдағы дүниенің нұрлы ақылыңды да, ыстық қайратыңды, бірақ осылардың барлығы келіп, жүрекке байланып, жүрекке бекітілгенде ғана сіз шын мағынасында толық адам болатыныңыз кәміл деген дүниені біздің насихаттап жүргеніміз осы. Енді осы орайда тағы бір дүниені айтып өткім келеді. Жаңа Әзімхан бауырымыз 1933 жылғы жинақты айтты ғой Мұхтар Әуезовтің. Білесіздер, бұл жердегі тарихи жағдайды, ол ашаршылық кезеңі, ашаршылықтан кейінгі кезең, Абайға тиісушілер, Абайдан кінә іздеушілер бұл жинаққа да тиіскен. Қазақ халқы басынан қиын ашаршылық дәуірді өмір сүріп жатқан кезде бәленбай мың ақша шығарып, осы Абайдың жинағын шығарды, ел ана жақта қырылып жатыр деген дүниені айтқан. Немесе бүгінгі қоғамда Батаева бастатқан Абайға жала жабушылар да жетеді. Абайдың 9-шы сыныпта мынандай қара сөзі оқытылады, оның ішінде 18 ұрлық, пәлеқорлық, еріншектік, мақтаншақтық деген жаңағы 9-шы сыныптың оқушысын депрессияға түсіретін сөздер бар екен. Оны Абайды біз неменеге оқытамыз дейді. Міне, құрметті ұстаздар, қадірлі білім алушылар, осы жерге жаңағы Гүлтас Сайынқызы айтқандай, сіздер өз университеттеріңізден іріктеліп келген ойлы жассыздар, сіздер барған кезде осыны жеткізесіздер елдеріңізге, оқу орындарыңызға. Біз Абайдың рухынан, Абайдың тәлімінен, Абай айтқан жаңағы нақылдан тәрбие алсақ, еш уақытта кем болмаймыз. Рахмет баршаңыз. Үлкен рахмет Ақмарал Төлеуғазықызы, мәнді, мазмұнды ой пікірлеріңіз. Құрметті қауым, форум жұмысын одан әрі жалғастыру үшін Астана қаласы бойынша сот әкімшілігі департаменті басшысының орынбасары Оспанов Қанат Сүндетұлы, сөз өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті форумға қатысушылар, құрметті жас буын. Бүгін қазақ әдебиеті мен мәдениетінің алтын қазынасы Абай мен Шәкәрімнің топырағы Семей қаласында сіздермен бас қосқаныма қуаныштымын. Менің алдымда сөз сөйлеген профессорлардың терең ойларын тыңдау Абайдың ұлылығын жаңа қырынан түсінуге мүмкіндік беріп жатыр. Қазақ ұлттық құндылықтарын дамытуға бағыт-бағдар болатыны айқын. Құрметті форумға қатысушылар, бүгін менің сөзім ұлы Абай туралы болмағанымен, мен де игі бастаманы басшылыққа алып, алдарыңызға келіп тұрмын. Негізгі мақсатым жастарды елорда төрінде қызмет жасауға шақыру. Жаңағы алдында айтып өткен ғалым білім иелерінің тұғыры әділет толық адамдарды іздеп келдім. 2024 жылдың екінші жарты жылдығында Астана қаласы бойынша сот әкімшілігі департаменті, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетімен бірлесіп, Елордаға жол пилоттық жобасын іске қосты. Пилоттық жобаның негізгі мақсаты еліміздің заң жоғары оқу орындарының түлектерін елордалық соттарға мемлекеттік қызметке шақыру, жастарға жол ашу болып табылады. Бірінші лек 2024 жылдың 2 тамызында Шымкент қаласында Мұхтар Әуезов университетінде соңғы 3 жылдың түлектерімен өтті. Нәтижесінде 200 адамнан астам қатысушының ішінен 32 адам ниет білдірді, оның ішінен 18 адамды ресми түрде елорда соттарына жұмысқа тұрды. Қалғаны мемлекеттік тесті тапсырады деген ниетпен кадрлық резервке қойылды. Ал елордалық соттарда қызметтің басты артықшылықтарын атап өтейін. Біріншісі, заң мамандығының шыңына жету.
судья болу. Екіншісі ең мықты болып саналатын елордалық судьялар корпусымен тығыз жұмыс жасау, кәсіби тәжірибесін қабылдау. Үшіншісі орталық мемлекеттік органдар мен халықаралық компанияларда мансапты жалғастыруға мүмкіндік алу. Соттағы тәжірибе аса бағаланады. Енді айтқан сөзіме дәлел келтірейін. Елордалық соттарда жалпы саны 226 судья қызмет жасайды. Соның ішінде 98-і немесе 44% судья болар алдын сотта маман болып қызмет атқарған. Келесі слайдқа мән берсеңіздер, 2024 жылы елордалық соттардан 169 сот маманы өз еркімен жұмыстан босатылды. Соның ішінде 127 немесе 75% орталық мемлекеттік аппараттарға қызметке шақырылды. 9 немесе 5% судья болып тағайындалды. Ағымдағы жылдың 1-тоқсанында 56 сот маманы өз еркімен жұмыстан босатылды. Соның ішінде 26 немесе 46% орталық мемлекеттік аппараттарға қызметке шақырылды. 10 немесе 18% судья болып тағайындалды. Өздеріңіз көріп отырғандай, тәжірибелі сот қызметкерлеріне сұраныс өте жоғары. Жоғары соттың тең жартысы елордалық соттарда қызмет атқарған. Ал орталық мемлекеттік органдар сот мамандарына таласып жатады. Себебі соттағы тәжірибе жан жақты, өте қызықты, өмірдің кез келген тұсында кездеседі. Өз сөзімді жұмыстың артықшылықтарынан бастадым, себебі жұмыс оңай емес. Тек мықтылары ғана шыңдалады. Сот мамандарының функционалдық міндеттері әртүрлі, бастысы судьялар корпусымен тығыз жұмыс жасайды. Қазіргі таңда астаналық соттарда штат саны сәйкес мамандар саны 420, оның ішінде 25 вакансия, бос орын. Бірінші кезекте жоба осы 25 орынды толтыруға бағытталады. Атап айтқанда бос орындарда жетекші маман 7, сот приставы 13, бас маман 3, бас маман сот отырысының хатшысы 2. Жалақыға келетін болсақ, жетекші маман мен сот приставы 168 мен 193 мың, бас маман мен сот отырысының хатшысы 195 мың, 224 мың жұмыс өтіліне байланысты. Әрине, жалақы көп емес. Бұл мәселені шешу бірінші басшылармен қаралып жатыр. Конкурсқа қатысу үшін келесі слайд. Конкурсқа қатысу үшін бар болғаны заңгерлік диплом мен мемлекеттік қызметке тұруға арналған тестті тапсырғаны туралы сертификаттың болуы. Екінші және үшінші санат. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар, армандарыңызды бізбен бірге іске асырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, слайдта көрсетілген байланыс нөміріне хабарлассаңыздар болады. Рахмет. Рахмет, құрметті Қанат Сүндетұлы. Қазір осы жиыннан кейін қаламыздағы Әлихан Бөкейхан университеті және Шәкәрім университетінің студенттерімен Қанат Сүндетұлының тағы да жеке кездесу ұйымдастырылатын болады. Құрметті әлеумет, форум жұмысын жалғастырайық. Ортаға Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім комитетінің төрағасының орынбасары Ақерке Абылайынқызы, өзіңізді шақырамыз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, жастар, барлықтарыңызды бүгінгі форумға қош келдіңіздер дегім келеді. Бүгін енді форум республикалық деңгейде ұйымдастырылып отыр. Әріптестерге біз үнемі айтамыз, толық адам ілімі Абайдың деп. Сондықтан көп естігеннен бір көрген жақсы. Жаңа ғалымдар тыңдадыңыздар, Абай ілімін зерттеп жүрген ғалымдар өз ойларын айтты. Гүлтас Саянқызы, Әзімбек, Ақмарал ханым, барлықтарыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Себебі біз жоғарғы оқу орындарында тек қана білім беріп қана қоймай, тәрбие беруіміз қажет. Бұл жерде қандай тәрбие береміз? Мемлекет басшысының олжас слайдтар. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлының біз сіздерге үнемі айтып жүрміз, бүгінгі жастың бейнесі қандай болу керек дегенде, Абай атамыздың толық адам идеологиясымен байланыстыратын. Ол жөнінде жаңа Гүлтас Саянқызы сіздерге нақты айтып өтті. Емтихан қабылдады мемлекет басшысынан. Біз осы Абай ілімін ары қарай жалғастыруымыз керек деп, әріптестер. Жалпы
ұлттық құндылықтар деген кезде бүгінгі негізгі осы форумда айтатын ой, біз тек қана қазақша киім кию, не болмаса тұсаукесер рәсімін көрсету, қазақша сөйлеу ғана емес. Ұлттық дегеніміз осының тереңінде жатқан адами қасиеттерді жастардың бойына сіңіру, бұл біздің негізгі мақсатымыз болып табылады. Келесі слайд. Сондықтан істер арасында жүргізілетін негізгі бағытымыз толық адам идеологиясын ары қарай қалыптастыру, оның ішінде жастарға ұлттық құндылықтар арқылы дегеніміз, яғни қасиеттерді, әділдік, әділетті Қазақстан, адал азамат, таза Қазақстан дегенді сіздер тек қана мына экологиялық іс-шаралар ұйымдастыру деп түсінбеулеріңіз қажет. Осы бағытта жұмыс ары қарай жүргізілетін болады. Бүгін сіздер өздеріңіз Абай атамыздың мұражайына, Невзоровтар музейі бар, жалпы Семейдің тарихымен, жалпы қазақтың тарихымен осы Семей өлкесінде бар танысасыздар. Ертең Жидебайға мұражайға барасыздар. Осында қатысып отырған жастар, біз мына сот әкімшілігінен де азаматты тегін шақырып отырған жоқпыз. Осы арқылы бүгін біз тәрбиелеп отырған азаматтар ертең елдің, қоғамның азаматтарын ары қарай шешім қабылдауда рөлі ерекше. Бүгінгі студент міне ертең сот қызметіне барады. Сондықтан сізге де үлкен рахмет. Осы жобаны бастап отырған бүгін Семейдің құқық мамандықтары бойынша білім алып жатқан жастармен кездеседі. Бұл сұрақ барлықтарыңызға өзекті. Яғни Астана болсын, Алматы қаласы болсын, сот әкімшілігінде білім жасайтын жастарға бұл ақпаратты әсіресе жастар сіздер жеткізіңіздер. Жалпы енді біз Абай атамыз неге айта береміз? Маған осы сұрақты көп қояды. Мен өткен жолы Фейсбукта да пост жаздым. Қазіргі ақын жазушыларға бір үндеу жасап, соны бүгін форумның үндеуіне де қоссақ, Нұрлан Думан Рымғалиұлы, себебі бүгін жастарға осы ғылымға жастарды білімге шақыратын шығармалар жоқтың қасы. Оны мойындайсыздар ғой барлықтарыңыз. Сондықтан біз оралып келіп ата-бабаларымызға, Абай атамызға келеміз. Қазіргі ақындарға да айтамыз. Абай атамыз кезінде махаббатты да жырлаған, сонымен қоса жастарды ғылымға, білімге шақырған. Бірақ өкінішке орай қазір барлық шығармалардың барлығы махаббаттың айналасынан аспай қалдық. Сол форумның үндеуіне біздің ең басты мақсатымыз қоғамда ғылымды, білімді ерекше құндылық етіп қалыптастыруға жастарды шақыру. Себебі біздің тәрбиелеп отырған жоғарғы оқу орындарында 600 мыңнан астам студенттеріміз бар. Бұның барлығы елдің келешегі. Өйткені бұл азаматтар жоғары білім алып жатыр. Біз негізі ең бастысы осы құндылықтарды қалыптастыру, толық тұлғаны қалыптастыру, парасат биігіндегі тұлғаны қалыптастыруға барлығымыз жұмыс жасауымыз керек. Осы бағытта жұмыс жасап жүрген Сайынқызы, сізге үлкен рахмет. Бір қол шапалақтап қойыңыз. Мен енді өзім де осы шығыстың тумасымын ғой. Семей өңірінде, Абай елінде туып өскен. Оңтүстікке барғанда, мына Абай орталығында болып, сіздің еңбектеріңізді көріп, өте риза болдым. Сізге де үлкен рахмет. Жастарға жеткізіп жүрген Дулати университеті Таразда да осы Абай ілімін, толық адам ілімін арнайы орталық ашып зерттеп жатыр. Ғалымдарымыз келесі іс-шараларға шақырармыз. Сондықтан тағы да айтамын, ұлттық құндылық деген тек қана былай бір-екілік өткізетін шара емес. Осы құндылықтардың негізінде жатқан сертке адал болу, достыққа берік болу, әділет туын биік ұстау, осының барлық осы қасиеттерді сіңіру мақсатында бүгін жаңа ғалымдар айтпақшы, сіздердің рухани дүниелеріңізді байыту үшін осы іс-шараны осы жерде ұйымдастырып отырмыз Семей өңірінде. Ары қарай бағдарлама бойынша сіздер, әсіресе жастар, бүгін республиканың түкпір-түкпірінен жастар жиналып жатырсыздар. Көргендеріңізді, білгендеріңізді барлық жастарға жеткізулеріңіз қажет. Форум сәтті өтсін. Думан Рымғалиұлы
осы іс-шараны ұйымдастырып, біздің ұсынысымызды қабыл алып, республиканың жастарын, университеттердің проректорларын, жастар департаментінің осында басшылар отыр, қабылдап, форумды ұйымдастырып жатқандарыңызға мыңда бір алғыс айтамыз. Ал енді абай іліміне қатысты, толық адам философиясына қатысты мен ештеңе айтпай қояйын, себебі барлығын зерттеп жүрген ғалымдар жаңа өздері айтып өтті. Сондықтан, әріптестер, сіздерді көріп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Форум жұмысына сәттілік тілеймін. Рахмет. Үлкен рахмет Ақерке Абылайханқызы. Құрметті әріптестер, толық адам ілімі Абайдың адамзатқа қалдырған ең асыл мұрасы. Ол жан мен ақылдың, жүрек пен ардың тұтастығы. Бүгін біз тек ғылыми тұжырымдамаларға ғана емес, адамгершілік бағдарымызға, адами болмысымызға терең талдау жасай алдық деген ойдамын. Бүгінгі форумның қорытындысы бойынша резолюция жобасы дайындалды, сіздерге таратылатын болады. Ол резолюцияда жалпы ұлттық рух пен адамгершілік тәрбиені жаңғырту, білім мен ғылымды құндылыққа айналдыру, мәдениетін дамыту, құқық пен руханият үндестігін қамтамасыз ету және ұлттық сана мен тарихи жадыны жаңғырту сияқты негізгі 4 бағытты қамтитын бірнеше ұсыныстардан тұрады резолюциямыз. Сондай-ақ жаңа Ақерке Абылайханқызы атап өткендей, толық адам іліміне негізделген ұлттық руханият пен тәрбиелік дәстүрді жаңғырту жолында бүгінгі форумның негізгі мақсаты ретінде осы форум қатысушыларының атынан еліміздің шығармашыл қауымына, яғни ақындар мен жазушыларға үндеу жолданатын болады. Форумға атсалысқан баршаңызға алғыс айтамыз. Ұрпақ тәрбиелеу ісіндегі атқарар жұмыстарымыз табысты болсын. Еңбектеріңіз жемісті болсын.